Сәлеметсіздер ме? Біз бүгінгі тәжірибемізде әтір жасайтын боламыз. Әтір жасау үшін бізге эфир майлары, және этил спирті, және таза қағаз, парағы қажет. Алдымен әтір жасамас бұрын бізге ұзындығы шамамен 9-11 см қағазды құйып алып, эфир майларын бір-бір тамшыдан тамызамыз. Сосын өзімізге ұнаған хош иісті алып, содан әтір жасаймыз. Маған ұнаған хош иістер лаванда және бергамот майлары, екіншісі нотада жалғыз майын аламыз. Үшінші нотада бадам майы. Бірінші нотада лаванда майын алып, 5 тамшы тамызамыз. Бұны пипеткамен тамызатын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 тамшымыз тамыз болғаннан кейін біз қақпағын қатты жауып қоямыз. Себебі ұшқыштығы жоғары аяқ тез болғанып, тез таралады. Сондықтан қолдап болғаннан кейін қақпағын қатты жауып қою керек. Енді келесі бергамот майын аламыз. Міне бергамот майы. Онымен де 5 тамшы тамызамыз. Алып 1, 2, 3, 4, 5. Енді қақпағын қатты жауып қоямыз. Ал екінші нотада біз жалғыз майын аламыз. Жалғыз майымен 5 тамшы тамызамыз. 5 тамшы тамыз болғаннан кейін қақпағын қатты жауып қоямыз. Енді үшінші нотада біз бадам майын аламыз. Бадам майымен 20 тамшы тамызамыз. Бадам майының ешқандай иісі жоқ. Ол адам өміріне зиянсыз. Бұл және жай ағады. Сондықтан тамыза берсек болады. Бадам майын тамызып болды. Енді қақпағын қатты жауып қоямыз. Енді біз этил спиртін аламыз. Этил спиртімен 420 тамшы тамызамыз. 420 тамшының 15 милге тең болатынын білдік. 15 мил. Қойып болды. Енді қақпағын жауып қоямыз. Енді соны жаңағы таза ыдысымызға қоямыз. Деп болғаннан кейін біз осы таяқшамызбен оны араластыратын боламыз. Осы әтірімізді біз араластырып болғаннан кейін қақпағы бар ыдысқа салып қоямыз. Осындай ыдыстарға салып қойсаңыздар болады. Оны 4 аптаға қараңғы әрі салқын жерге қоямыз. Оны 2-3 күн сайын бір рет араластырып тұрсақ жарайды. 4 аптадан кейін біздің әтіріміз дайын болады. Мен осы екінші әтірмен нәзіктік деген есім бердім. Біз осы әтіріміз дайын болғаннан кейін осы коробканы алып, анаңның, мысалы, құрбыңның туған күндеріне сыйлыққа әтіріңізді салып, сыйлыққа апарып берсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға сіздерге өте көп рахмет. Сау болыңыздар.